Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздердің назарларыңызға ұлттық тестілеу орталығының ресми сайтында ұсынылған testcenter.kz сайтында ұсынылған Қазақстан тарихы бойынша 100 датаны назарларыңызға ұсынамын. Енді әдетте мен тақтам сыйғанша 16 датаны жаздым. Енді келесі сағаттарда бұл даталарды сәйкесінше ұсынатын боламын. Сонымен кеттік. Бірінші бізде әрине бұл ежелгі дүниенің даталары ұсынылған. Бізде ежелгі дүние тек қана 10-шы сыныптың оқулығынан дайындаламыз. 5-ші сыныптың оқулығын әрине оқыған жақсы, бірақ уақыт жоғалтамыз. Сондықтан ежелгі дүние тарихын біздер 10-шы сыныптың бас жағындағы тақырыптардан меңгеріп алғанымыз дұрыс болады. Немесе толық егін сәйкестендіріп оқыған дұрыс болады. Сонымен БЗБ біздің заманымыздан бұрынғы үшінші, екінші мыңжылдықтар, бұл бізде энеолит дәуірі. Сөзбе-сөз мағынасы мысты тас дәуір. Энео деген гректің мыс, литос деген тас деген мағынасын білдіреді. Бұл дәуірдегі бізде ең басты жаңалық адамзаттың ең бірінші қолданған металы бұл мыс. Сосын бұл мыстың табиғаты өте жұмсақ, бұл толық тасты ысырып тастай алмады. Сондықтан екеуі қатар қолданылған табиғатта. Бұл кезеңнің бізде ең басты жаңалығы бұл ботай мәдениеті. Солтүстік Қазақстаннан табылған, жылқыны қолға үйретуші бақташы тайпалар деп береді ботайлықтарды. Олардың қалдырған мәдениеті ботай терсектеп қазір қолданыста, айналымда жүр. Ғылыми айналымда. Жалпы ботай мәдениетін бізде толық зерттеген ғалымдардың бірі ол Виктор Зайберт. Бұл кісі қазір дүниеден өтіп кеткен. Келесі екінші сұрақ, бұл бізде БЗБ, яғни екінші даты БЗБ, біздің заманымыздан бұрынғы екінші мыңжылдықтың басы. Бұл қола қорытуды меңгерген Қазақстан территориясында өмір сүрген тайпалар. Бұл кезеңде бізде өмір сүрген тайпалар андрон тайпалары, жалпы қоланың өзі табиғаты дайын түрінде кездеспейді. Ол мыс пен қалайының қосындысы. Бұл кезеңді бізде тереңнен зерттеген 1946 жылдан бастап әрине Әлкей Хақанұлы Марғұлан. Үшінші, біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың басы, бұл бізде темір дәуірі басталады. Енді бұл біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырдан басталады деп беремін, яғни бірінші мыңжылдыққа жатады. Темірді игеру немесе темір дәуірі осылайша басталып кетті. Сонымен мысты тас, қола дәуірі, одан кейін темір дәуірі. Сонымен төртінші сұрақ, бұл бізде БЗБ, біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдық, сақ тайпалы одағы біздің Қазақстанның аумағында темір дәуірінде өмір сүрген тайпалар. Олар сақ тайпалы одағы деп берген, демек ол бірінші тайпаның одағы. Сонымен массагет тайпалары, бұлар Арал теңізінің бойын мекендеген, немесе Сырдарияның төменгі ағысын мекендеген тайпалар деп береміз. Аримаскалар шығыс Қазақстанды мекендеген, Истедондар бұлар орталық Қазақстанды мекендеген, Сарыарқаның орталық бөлігін мекендеген тайпалар ретінде береді. Келесі бесінші, бұл біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдық, көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы немесе номадизм. Яғни гректердің деректеріне осылай келеді. Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы бұл климаттық жағдайдың қатаңдануына, континентті сонымен түрге айналуына байланысты болды деп түсіндіреді кітапта. Және Қазақстанның аумақтарын бөліп береді. Қай аймақта, мысалы біздің батыс және орталық Қазақстан аймағында бұл деген таза көшпелі тұрмыс болған. Керісінше, мысалы, солтүстік Қазақстан мен шығыс Қазақстанда оларда жартылай көшпелі мал шаруашылығы болса, ал оңтүстік Қазақстанда отырықшы шаруашылық болды деп түсіндіріледі. Және бұл сұрақ негізінен бұл контекст сұрақтарда карта ретінде келуі мүмкін. Сонымен, келесі 6-шы сұрақ, бұл бізде 6-шы даты біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасыр Қазақстан аумағындағы ең ежелгі сақ қорғандары. Бұл ескерткіш бізде бұрынғы кітаптарда келетін еді. Бұл Бәйгетөбе ескерткіші. Бұны зерттеген бұл Әбдеш Төлебаев деген біздің атақты археолог ғалымымыз. Келесі 7-ші, біздің заманымыздан бұрынғы, яғни 3-ші ғасырдың соңы, бұл хунның билеушісі Мөденің таққа келуі. Бұл сонымен біздің заманымыздан бұрынғы 209 жылы болғандығы айтылады. Бұл деректі информацияны бірден бір келтіретін атақты түркітанушы ғалым Лев Николаевич Гумилев. Келесі 8-ші, біздің заманымыздан бұрынғы 530 жыл сақ массагеттердің кирді талқандауы. Енді осы жерде бізге бірден еске түсетіні, бұл негізі қазір 10-шы сынып кітабында мен ұмытпасам 530 жылы кир келіп, сонымен 529-да өлтірілді деп береді кейбір деректерде. Сонымен қалай болғанда да сақ массагеттердің патшайымы бұл Томирис Тұмар патшайым, сонымен ақыры кирді талқандаған болатын. Бұл кир тарихта әлемге әйгілі парсы державасының негізін қалаған кісі. Негізі титулы оның екінші кир, негізі дұрысырақ. Сонымен келесі, бұдан енді қарайтын болсаңыздар, мына жерде 8-ші сұрақпен бізде бұл ежелгі дүние кезеңіне жататын даталар аяқталады да, келесі біздер орта ғасырларға аяқ басамыз. Сонымен 9-ші даты бізде бұл 552-603 жылдар түрік қағанаты
Енді оның негізін қалаған әрине Бумын, Мелхан деген атақ алған, одан кейін Мұқан, Жуандарды түпкілікті талқандаған және көршілердің зәресін алды деп Қытай деректерінде келетін. Сонымен қатар бұл Иштеми немесе Истема. Бұл енді әрине Византия мемлекетімен келісімге келгендігі немесе елшілік алмасқандығы туралы айтылып жүр. Келесі 10-шы даты бұл бізде 603-704 жылдар түрік қағанаты ыдырағаннан кейін одан бөлініп қара шаңырақты ұстап қалған деп түсіндіріледі. Бұл батыс түрік қағанаты. Оның негізін қалаған Тардуш, одан кейін атақты қағандар Шигу мен Том, одан кейін мемлекеттің сонымен әлсірейдің тұсына билік құрған Нишпар елтерісі. Бұл кісі енді Дулу Нушиби тайпаларының арасындағы соғысты тоқтаттырып келеді. 634 жылы Нушиби тайпасының қолдауымен билікке келді, бұрын келетін еді. Бұлар деген бізде 7-ші ғасырдың басында билік құрған деп келіп жүр. Сұрақтарында. Тардушты кейбір деректерде қосымша бізде Дато деп беретін еді бұрын. Дато. Келесі ары қарай кеттік. 11-ші бізде дата бұл 704-756 жылдар Түргеш қағанатының өмір сүрген уақыты. Оның ең алғашқы негізін қалаған қаған Үшілік, одан кейін атақты қаған бұл Сұлу. Бұл дәл осылай сұрақты ұбытыра сұрақ болып келіп жүр. 3 жақты соғыс жүргізген десе бұл Сұлу қаған, ал арабтармен алғашқы соғысқан бұл соғдыларға көмектескен бұл Үшілік қаған туралы айтылады. Үшілік немесе үш елік деп беріледі кейбір деректерде. Сонымен бұл Түргеш қағанаты 756 жылы құлады. Бұл қағанаттың негізі мекені бұл Жетісу болғандығы айтылады. Енді келесі 751 жыл Түргеш қағанатының территориясында болған ең ірі шайқастардың бірі, үлкен сонымен тарихи маңызы бар шайқас, бұл Атлах шайқасы Тараз қаласының маңында болған. 5 күнге созылған шайқас деп береді. Арабтар мен қытайлардың арасындағы үлкен сондай өркениеттердің қақтығысы деп айтуға болатын соғыс. Бұл енді арабтардың жағына кейін түргештер мен қарлықтар үшеуі жабылып, сонымен қытайларды ең соңында талқандайтын еді. Яғни бұл уақытта Қытайдың билік құрған династиясы ол Таң деп келеді. Кейбір деректерде Таң, Қытай деп екеуі бір-бірін алмастыруы мүмкін, мұқият боламыз. Келесі 13-ші дата бұл бізде 756 жыл 940 жылдары өмір сүрген билік құрған бұл Қарлық қағанаты. Енді мына жерде жалпы қарасаңыз, сәйкестендірсеңіз Түргеш қағанатының орнына келгендігін көреміз. Қарлық қағанатын және Атлах шайқасы кезінде олардың түргештермен тізе қосып, арабтардың жағында Қытайға қарсы соғысқандығын байқайсыздар. Бұл қарлықтардың енді бізде маңызды дейтін ақпараттардың ішіне не келеді? Бұлардың астанасы сонымен Суяб қаласы және Баласағұн қаласы болғандығы келеді. Және бұл Қарлық мемлекеті кейін Қарахан деген мемлекетке үлкен бір негіз болғандығын көреміз. Келесі бізде 14-ші дата бұл 870 жыл дүниеге келген деп берілген датада бұл Әбу Насыр әл-Фараби, біздің атақты Фараби, яғни Отырар қаласынан шыққан ғұлама ғалым. Ол енді 879-50 жылдары өмір сүрген. Осы берілген. Келесі 15-ші дата бұл бізде 942-1212 жылдар бұл Қарахан мемлекетінің өмір сүрген уақыты. Әрине бұның негізін қалаған Сатуқ Боғра хан бізде. Қарахан енді оның аңыздарға сәйкес ол әулие атақты, оның әйелі Айша бибі деген секілді Қарахан кесенесі де бар Тараз қаласында. Сонымен Сатуқ Боғра, одан кейінгі оның баласы Мұса. Енді 960 жылда әдейі жазып қойдық. Бұл бізде Қарахан мемлекетінде ислам діні мемлекеттік дін болып қабылданатын кезең және мұсылмандық ренессанс бір өрлеген кезеңді айта аламыз. 16-шы сұрақ ретінде бұл 19-шы ғасырдың соңы, 11-шы ғасырдың басында Қимақ қағанаты өмір сүрген. Оның хронологиясы, оның біздер екі астанасы болғандығын білеміз. Оның біреуі Ертістің бойындағы Имақия қаласы, екіншісі Алакөлдің бойындағы Гарантия деген қала. Бұл бізде Ертіс бойын мекендеген тайпалардың ішіндегі бірден бірі ретінде келеді. Яғни Ертіс бойын мекендеген деп көп келе беретін болса, бізде Қимақ қағанатын белгілейміз. Қимақ қағанаты туралы негізі бізде ақпараттар өте сирек келеді. Ол туралы бізде парсы тарихшысы Гаризидің деректерінен көреміз. Қимақтар 7 тайпадан тұрады және олардың ішінде ең көп тайпа Қимақтар мен Қыпшақтар, оның ішінде ер жүрегі осы Қыпшақтар деп айтатын еді. Жалпы Қимақ қағанаты құрамында негізі Қыпшақтар болған, кейін олар біртіндеп 11-ші ғасырдың басында билікті өздерінің қолдарына алып, бұл Қимақ қағанатын талқандайтын еді. Жалпы бізде этногенез деген процесс бар. Сондықтан этногенез процесіне сай, жалпы ол кезеңге сай ешқандай халық түбегейлі жойылып кетпейді. Ол сол бір тарихи орында отырып, келесі бір халықтың қалыптасуына әсер етеді деген сөз. Қысқаша осы, біз тек қана осы мына тақтаны сыйғанына қарай кешірім өтінемін, 16 датаны қарап үлгердік. Баршаңыздың сонымен зейіндеріңіз ашылсын, ұлттық бірыңғай тестілеуде және оған дайындықта сіздерге тек қана сәттілік тілеймін.